Бәріңе сәлем достар, сіздермен мен Райс. Және де бүгін бізде дайын 3D текст. Уәде бергенімдей 5 лайктан кейін міне дайын 3D текст шығып тұр. Және де өткен видеода примерно 8 сағатта 5 лайк жиналды. Және де бұл менің аудиторияма өте үлкен бір сан. Бүгін мен видеода дайын 3D текстің өзін көрсем, және де оның рендерінің настройкаларын көрсем. Ол самый, мне кажется, главный. Ал біз бастайық. Көріп тұрғандарындай біздің алдымызда осы дайын 3D текст тұр. Және де өзіңізге бір, наверное, вид алып аласыздар. Например, камераны бүйтіп қозғалтайық та бір өзімізге бір нормальный вид алып алайық, чтобы нормально болып тұрсын. Енді камераны алып тастай берейік. Мынаяқта міне көріп тұрғандар освещение. Освещениемен өте көп жұмыс жасадым. Және де тағы да бір освещение. Освещение шынымен көп уақыт кетті, примерно бір сөйлегенде поза бір немесе тауып алуға. Так, 3D текстім өзім спокойно редактировать етуге болады. То есть мынаяқта тұрады, міне өздеріңіз басасыздар да шрифтін өзгертулеріңізге болады. Міне шрифт күтіп басқа бір шрифт қойып, любой шрифтке қоясыздар да спокойно өзгертуге болады. Енді тағы айтатыным, ол рендердің өзі. Рендерді настройкасына кіру үшін өздерің білетіндей бір үстегі рядтағы 4-ші настройка панельдің үшінші пунктін басамыз. Save, және де көбісінде ошибка берсе, обязательно save деген жерге кіреміз де, мына жерге галочка қоямыз, обязательно сізде галочка тұрмаса. Мына жерді басып, өзіңіздің сақтайтын жеріңізді таңдайсыздар, ол тоже обязательно. Енді көріп тұрғандарыңыздай мұнда формат дегенде менің берген файлымда бәрі өздері дұрыстап тұрады. Ал сізде дұрыс болмаса, менікінде пример настройка қосылар. Міне 8-битный канал, сосын native болып қала береді. Альфа каналда обязательно қосасыздар, өйткені черный экранда болмау керек. То есть сіздің текст бір прозрачный фонда болу керек. Мультипэстті мынаяқта ешқайсыны тиіспейсіздер, және де самый главный ол output деген жерге кіреміз де 1080 пиксель қойыңыздар, то есть ол в среднем 1080 пиксель. Міне бәрі енді осындай болады. То есть сізде басқаша болса, менікінде қойып қоясыздар. Так, что-то мен көп сөйлеп кеттім. Рендер бастамас бұрын мен тағы айтамын. Так, өзімізге бір нормальный поза тауып алайық. Бір шрифт давай. Мына шрифт алайық. Так, мен, например, осындай алып рендер еткім келеді. Мен рендердің кнопкасын басам. Так, және де менде уже сақталған, мен осының орнына сақтай берейін. Так, міне, менде рендер жүріп жатыр. Достар, рендер аяқталғаннан кейін мен қайта оралам. Достар, міне бізде рендер аяқталды. Және де көріп тұрғандарымдай бізде 3D текст өзі зарендерілді. Және де мұндай азда пиксельный крайлар бар, бірақ оны Photoshop өзі жақсылап тұрып жөндейді, если что айтып қоя берейін. Так, енді бұл менюшка бізге керек емес. Және де рендердің настройкасы туралы бір нәрсе айтуды ұмытып кетпін. Рендердің настройкасына кіргенде мына жерде ештеңені басудың қажет жоқ. Мынаны типа сохранить деген кнопка бұяқта жоқ. Просто настройкаларыңызды көрсетіп қойғаннан кейін просто X-ті басып тастай бересіздер. Болды. Так, енді суреттің өзін тауып алайық, қандай болып шықты екен. Міне достар, бізде текстіміз осындай болып шықты, көріп тұрғандарыңдай. Мен тағы да айтам, 3D тексті спокойно басқада позада таңдауларыңыз болады. То есть битіне қойып таңдайсыздар да, оны еще шапкаңызға қойыңыз болады. Және де мен қалай шапка жасау керек туралы туториал түсіремін. То есть өткенде мен сізге дайын шапканың шаблонын бердім. Енді мен сіздерге бір сөзбен айтқанда осылай көрсетемін мұны қалай жасалатынын. Так, айта кетейін достар, бұл видео тағы да 5 лайк жиналатын болса, новый видео шығады. Бірақ мен айта алмаймын қандай видео болатыны. Ол Майнкрафт болуы мүмкін, басқа да ойындар болуы мүмкін, либо вообще новый туториал, или тоже осындай дайын деген менің рубрикамнан тағы да бір видео шығуы мүмкін. Достар, бұл жерде тек қана сіздердің қолдауларыңыз керек, және де комментарий жазуды ұмытпаймыз, достарымызбен бөлісейік. Ал сіздермен болған достар, мен Рейс. Бәріңе достар, пока.